Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте оңай десерттің рецептімен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен ұнды електен өткізіп алдын ала дайындап аламыз. Ыдысымызға салып, оның үстіне жарты шай қасық тұз бен жарты шай қасық ас содасын салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. 2 жұмыртқаны жарып, барлығын араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды жақсылап иі қанғанша илеп, одан кейін целлофан пакетке салып 30 минутқа демалдырып қоямыз. Демалған қамырды алып, ұн себелей отырып, өте жұқа етіп қамырды жаямыз. Видеода көрсетілгендей етіп, дәл осындай жолмен кессеңіздер, барлығы біркелкі етіп шығады. Сондықтан осындай ұзынша жолақтар кесе отырып, кейіннен тағы да 4 бұрышты, яғни кубиктер кесеміз. Бірақ арасына ұн себелеуді ұмытпаймыз, себебі өте жабысқақ болып қалуы мүмкін, арасын аша алмай қаласыз. Міне дәл осылай бір-бірінен алшақ болған дана-дана қамырларымызды алып, қызып тұрған күнбағыс майында қызарғанша барлығын қуырып аламыз. Өте тез піседі. Артық майын сорып алу үшін жаңа піскен чак-чактарды қағаз майлық төселген ыдысқа саламыз. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлер қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Бұдан өзге де видео рецепттер менің каналымнан таба аласыздар. Дайын болған чак-чактарымыздың үстіне осындай қоюландырылған сүт, яғни сгущенканы салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Кейіннен бөлек тарелкеге салып, оның үстіне кез келген кунжут, мак немесе кондитерлік қоспаларды салып, дастарханға ұсынсаңыз болады. Кез келген шайға, дастарханға ұсынуға өте оңай жасалатын десерт ас болсын.